Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге алмадан өте дәмді пирог дайындаймыз. Ортасындағы салмасы алмадан дайындалады. Нәзік, дәмді пирог болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Пирогты дайындау үшін бізге 150 грамм жылы сүт қажет болады. Осы жылы сүттің үстіне 3 ас қасық қант саламыз және аздап араластырамыз. Сүтке 2 кішкентай қасық дрожжи салып, жылы сүтті шетке 10-15 минутке алып қоямыз. 450 грамм електен өткізілген ұнды ыдысқа салдым. Осы ұнның үстіне бөлме температурасындағы 200 грамм сары майды саламыз. Және кішкентай қасықтың ұшымен тұз салып, аздап үлкен қасықпен араластырамыз. Жаңағы сары маймен ұнды аздап араластырамыз. Содан кейін қолымызбен жаңағы сары майды еземіз. Онымен бірге еземіз. Видеода көрсетілгендей қолдарыңызбен езесіздер. Кішкентай түйіршіктер болады. Және осы ұн мен сары майдың үстіне жаңағы дрожжи салынған жылы сүтті құямыз. Барлығын құйып, қамыр елейміз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады, қамыр қолға да жабыспайды. Сондықтан ұнды артық қоспаңыздар, қатты болып кетпесін қамырларыңыз. Өте жұмсақ болып шығу керек. Ұнды тек рецептте көрсетілгенде 450 грамм ғана қосыңыздар. Одан көбірек қоспаңыздар, себебі қамырларыңыз қатты болып кетеді. Осындай жұмсақ және қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Бетін жауып ыдыстың тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоясыздар. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін мен 500 грамм алма алдым және алманың қабығын алып тастаймын. Барлық алманың қабығын алып тастаймыз. Сол кезде пирогтың ортасындағы салмасы нәзік болып шығады. Міне барлық алманы тазаладым. Енді 4 бұрышты қылдырып тураймыз ұсақтап. Барлық алманы тураймын. Салмасын өз қалауларыңыз бойынша басқаша жасасаңыздар да болады. Апельсинмен жасасаңыздар да болады. Енді осы туралған алманың үстіне 4 ас қасық қант саламын. Қанты мөлшерінде өздеріңіз аз немесе көбірек қоссаңыздар болады, дәміне қарай. 4 үлкен қасық қант және 2 үлкен қасық кукурузды крахмал қосамын. Жақсылап араластырамын осы алманы. Салмасы дайын. Шетке алып қоям. Енді қамырын жаямыз қазір. Қамыры тоңазытқышта 1 сағат тұрды. Қамырды 2-ге бөлеміз. Бір бөлігін шетке ыдысқа алып қойып қойдым. Қазір осы қамырды жұқа қылдырып жаямыз. Бірақ өте қатты жұқа болмау керек. Өте жұмсақ болып шығады, қамыр тез жайылады. Аздап ұн қоссаңыздар да болады. Жаңағы дастархандарыңызға жабысып қалмасын. Міне қамырды жайдым, 4 бұрышты қылдырып жаямыз. Және шет-шетін алып тастаймын, біркелкі болу үшін қамырдың шетін кесіп тастаймын. Формасы 4 бұрышты болу керек. Барлығын видеода көрсетілгенде істеңіздер. Және осылай видеода көрсетілгенде шетін ортасынан кесемін. Осы 2 рет кесемін. Видеода көрсетілгенде қамырды кесесіздер. Ұзынша қылдырып осылай кесесіздер. Қазір пирогты әдемілейміз. Міне барлығын кестім. Салмасын саламыз.
Салмасын көбірек қылдырып салғандарыңыз дұрыс, сол кезде дәмді болып шығады пирог. Және пирогтың жаңа қамырды үстіне салған кезде шет-шетін жақсылап жабыстыру керек. Жаңа салмасының суы шығып кетпей үшін шет-шетін жақсылап жабыстырыңыздар. Қамыр жұмсақ болғандықтан тез жабысады. Енді видеода көрсетілгендей, жаңағы қамырды кестік қой, ұзын қылдырып. Және ұзын әрбір бөлігін кезегімен осылай пирогтың сыртына жабамыз. Көрдіңіздер ғой, сіздерге түсінікті болсын деп барлық процесс көрсетіп жатырмын. Осылай кезекпен екі ұзынша кесілген қамырдың бөліктерін кезегімен жабамыз пирогтың үстіне. Және менде жаңа тағы да қамыр қалды ғой, екінші қамыр. Оны да тура осылай жасаймын пирогты. Қалған қамырларды кесіп алып тастаймыз. Пирог дайын. Енді осы пирогтың шет-шеттерін жақсылап жабыстырыңыздар. Ашылып кетпесін. Пирогты алып, пергамент төселген формаға саламыз. Міне менде 2 пирог шықты, тура осы рецепт бойынша. Енді 170 градуста 30-35 минут пісіреміз. Бірақ өз духовкаларыңызға қараңыздар, көбірек пісуі мүмкін сіздерде. Өте әдемі пирог болып шықты. Пирог дайын, пісті. Енді осы дайын пирогтың үстіне қант ұнтағын себеміз. Мен ойымша өте әдемі шыққан сияқты. Қазір ортасын кесіп, сіздерге ішіндегі салмасын көрсетемін. Ерекше жұмсақ пирог болып шығады. Осы пирогтың рецептісін пайдалансаңыздар, осы видеоға лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Баршаңызға көп рахмет. Ас болсын. Сіздермен бірге Гүлфия.